жүктілік бойынша учетты қалай және қай уақытта тұру керек? Егер сіз жақында тұрмысқа шықсаңыз және ешқандай әлі поликлиника қаралмасаңыз және жолдасыңыз үйінде қазір тұрсаңыз, онда сізге сол жергілікті жер арқылы қаралатын поликлиника тіркелу керек. Оны қалай жасаймыз? Бірінші 109-ға звондаймыз, сол территория қандай поликлиника қарайтынын біліп аламыз. Білгеннен соң егов сайты арқылы сол поликлиникаға запрос жібере аламыз. Сөйтіп, қабылданғанын SMS түрде хабарлап береді. Немесе сол поликлиникаға барып, оператор арқылы сол поликлиника тіркеле аламыз. Тіркелгеннен соң сіз ВОП дәрігерге барасыз. ВОП дәрігер сізге гинекологқа направление береді. Гинекологқа барасыз. Жалпы жүкті ханымдар бойынша Қазақстан Республикасында үлгілі категориялар тобына жатады. Бірақ сізде жұмыс жасайтын болсаңыз, немесе ипіңіз болатын болса, егер ОСМС төлемеген болса, онда 1406 телефонына звондап, нақты ақпарат ала аласыз. Ал сіз үйде отырған ана болсаңыз, ешқандай ОСМС төлемейтін болсаңыз, онда мемлекет сіз үшін ОСМС төленеді. Ол үшін сіз гинекологқа барғанда, сізді гинеколог толықта қабылдайды. Қабылдап болған соң, осы сайтқа сіздің ақпаратты жібереді. Одан соң, осы 3 күн ішінде ол қаралып, сізге статус застрахован деп келеді. Одан соң, уже болды, келесі жолы сізді мемлекет тегін қарай береді. Жалпы осындай ақпараттар қызықты болатын болса, сізге де пайдалы болатын болса, менің парақшама тіркеліп, колокольчикті баса кетіңіз. Ары қарай осы жайлы көптеген ақпаратты айтатын боламын.